Ассаламу алейкум ханымдар. Сіздермен өте дәмді, әрі нәзік, ауызда еритін синнабон бәлішінің рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жылы сүт, ашытқы, қант, ерітілген сары май, бөлме температурасындағы жұмыртқа және ұн керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтті құйып, дрожжды саламыз. Оны жақсылап араластырып алып, одан соң үстіне қантымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Бір қасық тұзымызды салып, одан соң ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. Енді ұнды салып, қамырлейміз. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып аламыз. Мінекей, өздеріңіз көргендей, қамыр әдемі көтеріліп шықты. Көтерілген қамырды алып, оқтаумен тегістеп жайып аламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай осындай қалыңдықта жайып, одан соң бөлме температурасындағы сары майды ортасына жағамыз. Және де үстіне корица мен қантты араластырып сеуіп шығамыз. Қамырды орап, одан кейін қалаған көлемде кесіп, ыдысқа орналастырып, тағы да бетін жауып, 15-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Көтерілген соң 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Ал бетіне қалаған кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Менде қаймақ пен қант араластырып жағылған. Сіздер сливки қолдансаңыздар да болады. Немесе май мен сгущенка жақса да дәмді болады.
рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Үйде пісіріп көруге сіздерге кеңес беремін. Ас болсын.